Су асты әлемі, балықтар. Акула. Тақта желбезектілер класс тармағына жататын балық. Қазіргі таңда акуланың 450-ден астам түрі бар. Олар 6 отрядқа, 20 тұқымдасқа бөлінеді. Акула барлық теңіздер мен мұхиттарға кең тараған, тұщы суларда да кездеседі. Денесінің ұзындығы 15 см-ден 20 метрге дейін болады. Салмағы 14 тоннаға дейін тартады. Қаңқасы шеміршекті, тістері өте өткір. Торсылдағы және желбезек қақпағы болмайды. Басының екі жағында 5-7 жұп желбезек саңылаулары бар. Екі қатарлы 1500-2000-ға жуық тістері бар. Акуланың көру қабілеті жақсы жетілмеген, ал иіс сезу қабілеті өте жақсы жетілген және судың майда дірілін бүйір сызығы арқылы сезе алады. Дельфин сүтқоректілер класының киттәрізділер отрядына жататын тісті киттер тобының бір тұқымдасы. Көбіне топ құрып тіршілік етеді. Олардың дене пішіні жұмыр, ұзындығы 1 метрден 10 метрге дейін жетеді. Кей түрлерінің арқасында орақ тәрізді арқа қанаты бар. Жалпы құйрық қанаты денесімен горизонталь бағытта орналасқан. Алдыңғы аяғының сүйектері қысқарып, саусақ сүйектері тұтасып, ескекке айналған. Артқы аяғы мүлдем жойылған. Дельфиндер ескек аяқтарымен суда өте жеңіл әрі жылдам, сағатына 50 км-ге дейін жүзеді. Жалғыз танау тесігі төбесінен ашылады. Сол арқылы дельфиндер оқтын-оқтын су бетіне көтеріліп, ауамен тыныс алады. Миы үлкен. Дельфиндерде әртүрлі дыбыс толқындарын шығаратын және қабылдайтын өте күрделі есту жүйесі жақсы дамыған. Олар өздерінен өте нәзік ультрадыбыс толқындарын шығарып, оның кері айтқан жаңғырығын қабылдай алады. Сол арқылы қорегін ұстайды, өз үйірін табады. Судағы әртүрлі кедергілерді алдын ала сезеді. Ірі түрлері 50, ұсақтары 30 жылға жуық тіршілік етеді. Қолға тез үйренеді. Адам үйреткен жаттығуларды шебер қайталайды. Көк кит. Жолақ ала киттер тұқымдасының теңіз жануары. Жер шарындағы ең ірі жануар болып табылады. Ұзындығы 33 метр, салмағы 150 тонна. Жүрегінің салмағы 1 тонна. Ал тілінің өлшемі бір пілдің өлшеміне тең. Денесі қара сұр, көкшіл реңді, ақшыл сұрдақтары және мәрмәр өрнекті. Кит мұртының тақташасы қошқыл қара, биіктігі 1 метрге дейін, саны 350-400 жұп. Арктикадан Антарктикаға дейін таралған. Азығы планктонды шаян тәрізділер. Кит қызыл кітабына енгізілген жануар. Сегіз аяқ. Бас аяқты моллюскалардың аса танымал өкілдері. Денесі қысқа, жұмсақ, артқы жағы сопықшалау келеді. Сегіз аяқ 1 см-ден 4 метрге дейін жетеді. Кейбір сегіз аяқ түрлері үлкен мөлшерге ие болады. Жалпы ұзындығы 3 метр және салмағы 50 кг-ға дейін жетеді. Басқа мағлұматтар бойынша, Дуфлейна сегіз аяғының ұзындығы 9 метр және салмағы 270 кг болады. Орташа өмір уақыты 1-2 жыл. Тек анда-санда ғана 4 жылдан асады. Скат. Балықтар классы тақты желбезектілер отрядының жоғарғы тобына жататын шеміршекті балық. Қоңыржай климатты мұхит және теңіз суларының жағалауына жақын, аса терең емес жерлерінде мекендейді. Көбінесе акулалардан қорқып, су түбіндегі құмға тығылып жатады. Скаттардың түр-түсі теңіз табанындағы қоршаған ортамен түстес болады. Дене пішіні жалпақ, еті тығыз, терісі тықыр, тегіс болып келеді. Жалпақ басы тұмсығымен және кеуде жүзбе қанаттарымен бірігіп кеткен. Желбезек саңылаулары бауырында орналасқан. Оған құм толып қалмас үшін басындағы танау тесігімен тыныс алады. Скаттың көзі жоғары жағында орналасқан. Аузының айналасында жемтігінің электр зарядын сезетін жүйке талшықтары болады. Скат денесінің бүйір жағында электр қуаты бар мүшелері мен улы бездері орналасқан. Одан электр заряды тарайды. Оның бүйірінің астыңғы жағынан улы зат бөлінеді. Скаттың өзі өліп қалса да, уының күші адам өміріне қауіпті. Скаттың құйрығы оның қорғаныс қаруы және ол қозғалыс кезінде әрі-бері бұрылыстар жасауға септігін тигізеді. Олар 15-20 жыл өмір сүреді.
Электрлі үгіт. Ұзындығы 1 метрден 3 метрге дейін, салмағы 40 килограммға дейін жетеді. Электрлі үгірдің құрылымы дененің ұзындығының шамамен 5-тен 4 бөлігін алатын электрлі мүшелері болып табылады. Ол 860 вольтқа дейінгі ток шығарады. Оң заряд денесінің алдыңғы жағында, теріс заряд артында болады. Электрлі мүшелерін ол жауларынан қорғану үшін және негізінен ұсақ балықтардан құралған олжаны есінен тандыру үшін қолданады. Ересек электрлі үгір жылқыны есінен тандыратындай ток бөле алады. Фугу. Улы балықтардың бірі. Ұзындығы 70-80 см, көбінде 40-45 см-ден аспайды. Денесінің беті тікенектермен қапталған. Бұл балықтың бір ерекшелігі, қауіпті сезген кезде доп сияқты үрленіп қалады. Ішіне су немесе ауа толтырады. Шортан. Албырттар отрядының өзі аттас тұқымдасына жататын балық. Ірі жыртқыш. Шортан тәрізділер отрядының бір тұқымы. Қазақстанның барлық табиғи су айдындарында кездеседі. Дене пішіні жебе тәрізді. Ұсақ қабыршықтар жапқан. Ұзындығы 1 метрге, салмағы 16 килограммға жетеді. Аузы үлкен, онда көптеген тістері бар. Тістерінің өткір қырлары артқа қарай иілген. Сондықтан оның аузына түскен жемтігі аузынан кері шыға алмайды. Түсі өзі тіршілік ететін ортасына байланысты құбылып отырады. Бүйірінде көлденең жолақтары ірі қоңыр түсті дақтары болады. Шортан жыртқыш балық. Қорегін шөп арасында жасырынып тұрып, атылып барып ұстайды. Шабақтары майда омыртқасыздармен қоректенеді. Ұзындығы 5 см жеткенде жыртқыштыққа көшеді.